Қытырлақ өте дәмді вафли рецептісімен бөлісетін боламын. Точно қанша кететінін грамдарын описанияға жазып қоямын. Құмшекер мен жұмыртқаны миксерлеп аламыз. Сосын үй температурасындағы сары майымызды саламыз. Оны да миксерлеп аламыз. Сосын бір кішкентай қасық тұз саламыз. Оны да миксерлеп аламыз жақсылап. Және сүт керек болады. Сүтімізді құямыз миксерлеп тұрып. Енді бізге сұйық май керек болады. Тамаққа қосатын сұйық май. Оны қосып аламыз. Және тағы миксерлеп жіберіп, електен өткізген ұнымызды саламыз. Және бір шай қасық сода салып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Вафельницаны алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған вафельницаға бір қасық жаңақ дайындаған қамырымыз саламыз. Осылай үстін бас жібереміз. Бір минутқа жетпей пісіп қалады. Тез піседі. Қызып тұрған болса, қарайлап тұрыңыздар. Қалдырып кетуге болмайды. Құйып, бір 30 секундта, 40 секундта пісіп қалады. Осылай орап қойсаңыздар болады. Вафли өте ыстық болады, абайлап жұмыс жасаймыз. Рецепт ұнаса лайк басып, комментария жазып, подписка жасап қойыңыздар.